Әдем, я? Қаттамсам қарадың ғой? Ашылуын күтіп жүрсің ба? Жоқ, просто осы мешіттің орнына үлкен бір завод болса ше. Қаншама халық жұмыспен қамтамасыз етілетін еді да. Неғып мешіт соға берді осылар, топырлатып. Осындайларын қоймайсыңдар ғой. Мына Қазақстанда бір ғана университет бар, діни білім беретін Нұр Мүбарак деген. Бірақ 100-ден аса университет бар. Инженер, технологтар бітіріп жатыр. Неге солар салмайды сол заводты? Мына Қазақстан халқының 1,5% ғана намаз оқиды екен, Бекзат. Сол 1,5% өздері ақша жинап, өздері соққан мешітті көп көріп отырсыңдар ғой. Мына мысалы сен инженер, технологсың. Неге сен салмайсың сол заводты? Неге бір жай ғана цех ашпайсың үйіңнен мысалда? Цех түгілі 5-6 жыл болды, монша соғамай жүрсің ғой, дұрыс па? Бірақ сол намазхандардың соққан мешітін көріп қаласыңдар. Имамдардың мінген көлігін көріп қаласыңдар. Бүкіл алаяқтықты кеп намазхандарға жаба саласыңдар. Бұл ұят қой, Бекзат.